Міржақып Дулатұлы Бақытты Жамал Қостанай қаласының номер 10 жалпы білім беретін мектебінің 8-ші Б сынып оқушысы Қуанышбек Мағжан. Жамалдың дүниеге келуі Самалкөл маңындағы Сәрсенбай ауылында дүниеге келеді. Бір кезде ұлықтар ауылға келіп, абыр-сабыр болып, сол кезде Сәрсенбай байдың қызды болады. Нәрестенің есімін Жамал қояды. Жамал ақылды, сымбатты, кішкентай кезінен хат танып білді. Сол ауылдағы балалар Жамалды жақсы көрді, бірақ Жамал оларға бет бұрмады. Сол кезде Сәрсенбайдың ақылды қызы бар деген сыбыс шықты. Сол кезде Байжанбай нашар баласына Жұманға Жамалды алып бергісі келді. Оның байлығына қызыққан Сәрсенбай қызының қарсылығына қарамай Байжанбайға келісімін береді. Оны естіген Жамал болашақ күйеуінің қандай жан екенін білгеннен кейін жақтыртпай жүреді. Сәрсенбай әйелі мен қызының қарсылығына қарамай келісімін береді. Бір күні жиын той болып, жастар отауға жиналады. Сол отауда Ғали ақылды, сымбатты Ғали да болады. Жастар күймен көңілін көтеріп, күліп отырады. Сол кезде Ғали мен Жамалдың қарым-қатынасы жақсы болып, бірін-бірін жақсы көріп қалады. Сол кезде Жамалдың ұзатылатын күні жетіп, Ғали мен Жамал қашып кетеді. Сол кезде Байжанбайдың қуғыншылары артынан қуады. Елден қашқан қос ғашық Ғалидың алыста тұратын туыстарының үйіне паналайды. Екеуі бас қосып, бақытты өмір сүріп жүреді. Сол кезде Ғали ауырып дүниеден өтіп кетеді. Жамал үйінен теперіш көріп, қашып кетеді. Ғалидың жерленген жеріне барып, үсіп өледі.